Көп балалы отбасыларға қолдау. Ай сайын 90 мың теңге жеңілдікті қалай алуға болады? 2025 жылы көп балалы ата-аналар айына қосымша 90 мың теңге үнемдей алады. Бұл қандай жаңашылдық екенін толығырақ видеода түсіндіріп беремін. Достар, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. 2025 жылдан бастап Қазақстанда көп балалы отбасылар үшін салық жеңілдіктері енгізіледі. Бұл өзгерістерге сәйкес 4 немесе одан да көп баласы бар ата-аналарға ай сайын шамамен 90 мың теңге көлемінде салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Сарапшылардың пікірінше барлық қажетті құжат ұсынылған жағдайда көп балалы отбасылар салық түріндегі шығынды айтарлықтай үнемдей алады. Салық жеңілдіктерінің мөлшері. Көп балалы отбасылар жылына жалпы 2,2 миллион теңгеге дейін салық үнемдей алады, яғни 564 айлық есептік көрсеткіш. Бірақ бұл жеңілдік барлық азаматтарға бірдей әсер етпейді. Ол тек табыс деңгейі мүмкіндік беретін отбасылар үшін толық көлемде қолданылады. Мысалы, бір ата-ана 23 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жеңілдік алады. Ол 2025 жылы 90.436 теңге. Егер жеңілдік екі ата-анаға тең бөлінсе, әр қайсысы 12 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 47.184 теңге мөлшерінде пайдалана алады. Жеңілдікті қолдану шарттары мыналар. Салықтық жеңілдік тек келесі жағдайларда беріледі. Балалар саны отбасында 1 қаңтардағы жағдай бойынша 18 жасқа толмаған 4 немесе одан көп бала болуы қажет. Екіншісі құжаттар. Балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері ұсынылуы тиіс. Сарапшылардың айтуынша жеңілдікті алу үшін жұмыстағы есеп бөліміне бару қажет. Яғни ата-ана балаларының туу туралы куәлігін өткізіп, 2025 жылы көп балалы ата-аналар жыл басында 18 жасқа толмаған 4 және одан да көп баласы болған жағдайда айына қосымша 90 мың теңгені салыққа бермеуге мүмкіндік алады. Ол дегеніміз жылына 1,1 миллион теңге. Жаңа мүмкіндіктер. Салық жеңілдіктеріне тек табыстан алынатын стандартты шегерімдер ғана емес, сонымен қатар қосымша шығындарды өтеу кіреді. Ерікті зейнетақы жарналары, оқуға жұмсалған шығындар, мектепке дейінгі ұйымдар, колледждер, университеттер, медициналық қызметтер, косметологиялық емес. Мысалы, оқу шығындарына салықтық жеңілдік 118 айлық есептік көрсеткішке дейін 2025 жылы шамамен 460 мың теңге беріледі. Бұл жеңілдікті ата-аналардың бірі немесе қамқоршысы пайдалана алады. Ал медициналық қызметтерге арналған жеңілдіктер дәл осындай мөлшерде қолданылады. Негізгі шектеулер. Жеңілдіктердің жалпы сомасы бір жылда 564 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Сонымен қатар жеңілдіктерді ретімен қолдану қажет. Біріншісі міндетті зейнетақы жарналары. Екіншісі әлеуметтік және медициналық сақтандыру төлемдері. Үшіншісі стандартты салықтық шегерімдер. Көп балалы отбасыларға пайдасы. Бұл өзгерістер көп балалы отбасылардың күнделікті шығындарын азайтуға көмектеседі. Негізінен үнемделген қаражат азық-түлік, балалар киімі және коммуналдық қызметтерге жұмсалады. Сонымен қатар бұл жеңілдіктер отбасылардың оқу мен медицинаға жұмсайтын шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Қазақстанның салық кодексіне енгізілген бұл өзгерістер көп балалы отбасылардың қаржылық жағдайын жақсарту үшін маңызды қадам.